Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Елге ел қосылса құт атты танымды әңгімемізді назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ елі өз тәуелсіздігін нығайту жолында бірқатар шұғыл өзгерістерді бастан кешіруде. Тарихи себептер салдарынан туған топырағынан көз жазып, әлемнің әр елінде бытырап кеткен қандастарымыз бен олардың тікелей ұрпақтары көк байрағы желбіреп, тәуелсіз әрі егемен болған өз отанына орала бастады. Олар ұзақ жылдар атажұрттан оралуды аңсап жүрген біздің қандастарымыз. Осылай 1990 жылдардың басында бастау алған ұлы көш туған елдің топырағына, атажұртына деген сарғайған сағынышын арқалап, қасиетті қазақ топырағына бет түзеуде. Ресми мәліметтер бойынша тәуелсіздік жылдарында 1 миллионнан аса қандастарымыз атажұртына оралған екен. Бұл әрине аз көрсеткіш емес. Елге ел қосылса құт демекші, қатарымызды толықтырып, халықтың өсімін көбейтіп жатқан қандастарымыздың тілінен, салтынан, жалпы болмысынан қоғамдық тануға, білімге, кәсіпке деген құштарлықтарды көруге болады. Бәрін айтта, бірін айт, тәуелсіздік тұғырының нығаюына, ел экономикасының, кәсіпкерінің дамуына қандастарымыздың қосып отырған үлесі қомақты. Елге ел қосылса құт демекші, елім, жерім деп атажұртты аңсап келген бауырларымыздың орнында орнығып, тамыр жаюына қолдау көрсету бәріміздің парызымыз.